Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұқай. Мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Жалпы бүгін психосоматика жайында айтайын деп тұрмын. Психосоматика дегеніміз не? Ерте гректің жан және тән деген сөзінен шыққан. Психологиялық, эмоциялық сезімдерден туындайтын ауруларды зерттейтін ғылым. Бұлайша айтқанда, жан мен тәннің арасындағы байланысты зерттейтін ғылым екен. Ендеше ойлай беріңіз, қандай да бір ауру ол дегеніңіз жанның ауруынан туындаған ауру. Жан ауырғаннан кейін барып тән ауырады екен. Сондықтан біз ең бірінші салдарынан емес, себебін іздеп табуымыз керек. Салдары дегеніміз не? Біз ауруды табамыз да, бірақ оның не үшін болғанын білмейміз де, оны уколдар аламыз, және ем, дәрі, шөп сондайлар қабылдаймыз. Бірақ ол уақытша біраз күндер ем болған сияқты болады. Бірақ уақытша болғандықтан оны біз түбімен жоя алмайды екенбіз. Оның себебін анықтау керек. Себебі ол біздің жастық шағымызда алған травмалардан болуы мүмкін екен. Психологиялық, эмоциялық травмалардан, сезімдерден, бір секем алып қалғаннан болуы мүмкін. Соны анықтап, егерде оны трансформациялайтын болсақ, міндетті түрде жазылады. Өйткені хадисте айтып кеткеніне, адамдарға ауруды бердім, және оның емі де соның ішінде делінген. Сондықтан ұзақ уақыт ашу, ыза, реніш, өкпе, не болмаса біреуге кек сақтау, осының бәрі айланып кеп бізді ауруға алып келеді екен. Сондықтан әр ашу, ызаның, аурудың өзіндік себептері бар. Келесі жолы осы аурулардың себептерін айтатын боламын. Маған лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіз. Рахмет.